Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осында айран қосып дайындалатын печенье дайындаймыз. Бұл печеньенің дайындалу жолы өте оңай. Ол үшін ыдысымызға бір жұмыртқа жарып саламыз. Оның үстіне шекер саламыз. Және аздаған тұз саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Видеоның соңына дейін көріп, осы печеньені дайындап жатсаңыздар, міндетті түрде пікір жазыңыздар. Енді осының үстіне айран қосамыз. Ашып кеткен айранда жарай береді. Егер де ашып кеткен айраннан дайындайтын болсаңыздар, шекерін көптеу қосыңыздар. Енді осының үстіне сұйық май құямыз. Және де тағы да жақсылап араластырамыз. Үстіне ас содасын қосамыз. Тағы да араластырамыз. Айранымыз көпіршиді. Осы айран көпіршіген кезде үстіне алдын ала елеп алған ұнымызды қосамыз. Ұнды екі бөліп саламыз, бірден салып жібермейміз. Қасықпен араластырып отырамыз. Бастапқы кезде қасықпен араластырамыз, кейін қолымызбен илейміз. Міне осындай әдемі жұмсақ қамыр болып шығады, қолға жабыспайды. Енді бұл қамырды бірден печенье дайындаймыз. Қамырды екіге бөліп алып, дөңгелек формаға келтіреміз. Бір бөлігін қойып қоямыз, екінші бөлігін жаямыз. Аздап ұн себе отырып жайып аламыз. Қамырды жұп-жұқа етіп жаямыз. Қалың болып кетпесін. Осындай жұқалықта болу керек. Енді кез келген формада кесеміз. Кесіп алған қамырдың үстіне аздаған шекер сеуіп, осылай орап, шетін шамалы жапсырып шығамыз. Барлық печеньелерімізді осылай дайындаймыз. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналда көптеген тағам түрлері бар, печеньелер бар, пирогтар бар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді бұл дайындап алған печеньелерімізді тапаға орналастырамыз. Екінші зуаланы да осылай жұп-жұқа етіп жайып дайындап аламыз. Қамыр жұмсақ болғандықтан жайылуы да өте оңай. Тез жайылады. Шетіндегі артық қамырларды да қайтадан дөңгелектеп жайып, осындай печенье жасаймыз.
Міне барлық печеньелеріміз дайындап болдық. Енді пергамент қағазы төселген тапаға орналастырамыз печеньелердің барлығын. Міне осылай орналастырып шығамыз. Алдын ала қыздырып қоямыз пешімізді, 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міне печеньелеріміз дайын болды. Осындай биік боп көтеріледі. Бетіне қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Балаларыңыз печенье сұраған кезде осылай айраннан тез дайындап бере қойсаңыздар болады. Балалар сүйсініп жейді. Және де қонаққа қоюға да жарайды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.